Адамдар ішекті көбінесе тек тамақ жүретін орган ретінде қабылдайды. Ал бірақ сол ішектердің біздің ағзамыз үшін басқа да маңызды атқаратын қызметтері жайлы біле бермейді. Біздің ішектеріміз иммунитеттер пайда болатын жер. Ішек бұл біздің ішек микрофлорамызды қалыптастыратын, триллиондаған бактериялар өмір сүретін толыққанды бір ағза болып табылады. Бұл видеода біздің ішектеріміздің жұмысын бұзатын 10 әдет жайлы айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Біздің ішек микрофлорамыздың мақсаты тек тамақтарды асқазанда қорыту ғана емес, ішектерде адам ағзасына пайдалы заттар, гормондар бөліне бастайды. Мысалы, сондай пайдалы гормондардың бірі бақыт гормоны деп аталатын серотонин гормоны. Ол ішектерде пайда болып біздің миымызда жиналады. Сонымен біздің ішектерімізге зиянын тигізетін 10 зиянды әдеттер. Ең біріншісі ол өңделген етті жиі қолдану. Оларға колбаса, сосискалар жатады. Оларды рационнан мүлдем алып тастау қажет. Өңделген еттің құрамында көп мөлшерде нитрозаминдер болады. Олар денсаулыққа өте қауіпті. Себебі нитрозаминдер біздің ішектеріміз үшін, пайдалы бактерияларымыз үшін у болып табылады. Егер сіз колбаса, сосискаларды қатты жақсы көрсеңіз, онда оны өздеріңіз үй жағдайында жасап жесеңіздер болады. Келесі екіншісі ол жиі қуырылған етті, майда қуырылған тағамдарды қолдану. Себебі қуырылған тағамдар қорытылуы қиын. Егер қуырылған тағамдарды жақсы көрсеңіз, онда топленый майда қуырғаныңыз дұрыс болады. Топленый майдың денсаулыққа зияны жоқ. Келесі үшіншісі ол рационда клетчатканы жеткіліксіз деңгейде қолдану. Клетчатка ол барлық өсімдік тағамдарында болады. Мысалы, ақ күріште, зәйтүнде, бидай мен арпада, жасыл бұрышта, горохта, брокколиде және сәбізде көптеп кездеседі. Келесі біздің ішектеріміз үшін зиянды әдет ол алкогольді сусындарды қолдану. Алкогольді сусындар асқазан ішек жолдарының шырышты қабатын бұзады. Келесі біздің ішектеріміз үшін зиянды әдет ол уақытылы тамақтанбау. Мысалы, Тибет медицинасының көзқарасы бойынша біздің не жейтініміз маңызды емес, біздің қашан жейтініміз маңызды. Яғни, сондықтан уақытылы тамақтануға көп көңіл бөлген дұрыс. Келесі ішектеріміз үшін зиянды әдет ол сүт өнімдерін, сүт тағамдарын жеткілікті деңгейде пайдаланбау. Сонымен қатар квашеный капуста, соленый помидор мен қияр сияқты тағамдарды жеткілікті деңгейде пайдаланбау. Себебі бұл тағамдар пайдалы бактерияларға өте бай. Келесі трансжир мен фастфудтарды жиі қолдану. Жалпы трансжир ол біздің ағзамыз үшін у болып табылады, әсіресе біздің пайдалы бактерияларымыз үшін. Сондықтан бұл тағамдарды ешқашанда пайдалануға болмайды. Келесі біздің ішектеріміз үшін зиянды әдет ол суды жеткілікті деңгейде ішпеу. Суды жылы күйінде тамақтанар алдын 15 минут бұрын ішкен абзал. Күніне 1,5 және 2 литрге дейін су ішу керек. Келесі біздің ішектеріміз үшін зиянды әдеттердің бірі ол хронический стресс. Яғни әрдайым стрессте жүру. Ол біздің ішектегі шырышты қабатын бұзып, ворсинкаларды азайтады. Неғұрлым ішектегі ворсинкалар аз болса, соғұрлым ішектің тығыздығы да азайып, біздің ағзамыз түрлі тағамдарға, глютенге сезімталдығы арта түседі. Келесі біздің ішектеріміз үшін 10-шы зиянды әдет ол шамадан тыс стерилді ортада өмір сүруге тырысу. Яғни біз барлық тамақтарды, заттарды тым стерилді пайдаланатын болсақ, онда біз кез келген бактериямен бетпе-бет келгенде жылдам ауырып қалатын боламыз. Сонымен ішектеріңіз сізге ұзақ уақыт пайдалы қызмет еткенін қаласаңыз, күніңізді таңертең 1 стакан жылы сумен бастағаныңыз дұрыс. Таңертеңгі уақытта ішкен 1 стакан су біздің ағзамыздағы асқазан ішек жолдарын іске қосуға көмектеседі. Келесі біздің ішектеріміз үшін пайдалы нәрсе ол әрдайым пребиотиктер қолданып жүру. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып, видеоның ссылкасымен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.